Қазақтардың басты кемшілігі қандай? Мен бұл тақырыпты кітапқа бекерден бекер енгізіп отырған жоқпын. Неге біздің еліміз өсіп өркендеу жағынан кенжелеп келеді? Неге көп адамның кәсіп бастауы, биікке көтерілуі қиын? Өйткені қазақтарды мен бәрін білемін, идея көп қой деген нәрсе артқа тартуда. Кезіндегі өзің білме, білгеннің тілін алма деген Қалдан Сереннің Абылай ханға айтқан қарғысы бүгінде алдымызға келіп жатқандай. Қазір біздің қазақ қайтеді? Әрине бәрін білемін деп ойлайды. Бірақ білемін деп жүріп бәрін құрдымға кетіріп алғанын аңдамай қалады. Мақсаттың не екенін мен білемін. Менің алдыма қойған мақсатым бар дейтіндер көп. Ал шындығына келсек, білу деген оқу емес, қолдану дегенді білдіреді. Яғни егер сіз мақсатты қолданып, оны кәдеге жаратып жүрмесеңіз, мақсаттың не екенін мүлдем білмеген адамсыз. Тура сол сияқты жоспар дегеннен бейхабарсыз, егер сіз кемінде 5 жылға жоспар құрмаған болсаңыз. Сондықтан адам үнемі өзінің саласы бойынша білім алуға ұмтылуы тиіс. Өзі білмеген нәрсені өзгелерден сұрауға арланбау керек. Бәрі бала тәрбиелеп отыр. Бірақ бала тәрбиесі жайлы білімдерін кеңейткен жоқ, ізденбеді. Егер әрбір ата-ана бала тәрбиесі жайлы кітаптарды, газеттегі мақалаларды көп оқыса, білімін жетілдірсе, олардың балалары вундеркинд болып шығар еді. Өзі саласының білікті маманы болар еді. Адам білем деген сөзді айтқан күннен бастап дамымайды. Мәселен, басқа емес өзімді алайын. Мысалы ретінде, егер мен іштей менен асқан оратор жоқ қой, мына кітапта жазылғандарды өзім-ақ білемін десем, онда мен сол сәттен бастап ішкі жан дүниемнің дамуын тоқтатқан болар едім. Сондықтан білемін дегенді қойып, үнемі ізденісте жаңа нәрсені үйренуге деген талпыныста болуыңыз керек. Осы сәтте мынадай кеңес берем дейін. Өз ісінің шеберлерінен ғана ақыл сұраңыз. Мысалы, сіз жолдасыңызбен ренжісіп қалдыңыз делік. Кімнен ақыл сұрайсыз? Барасыз да, сізден өмірлік тәжірибесі аз болмаса кем емес құрбыңыздан сұрайсыз. Өзінің көргені мен көңілге түйгені аз құрбыңыз сізге қайбір кеңес берсін. Дәл сол сияқты кәсіп бастауды немесе белгілі бір іспен айналысуды күйеуіңізден немесе ата-енеңізден сұраған боларсыз. Олар ше, кәсіптің жілігін шағып, майын ішкен маман ба еді? Кешіріңіз, ондай адам сізге қайбір оңған кеңес берсін? Сол себепті тек өзіңіздің салаңызға қатысты кәнігі маманнан ғана кеңес сұрап үйреніңіз. Үй салсаңыз архитектордан, отбасыңызда проблема болса психологтан, басыңызға іс түссе заңгерден ғана кеңес сұрауға әдеттеніңіз. Менің бір танысым үй салды. Осыдан 1 жыл бұрын. Бұрын-соңды үй салып көрмеген танысым тәуекелге бел буып өз білгенімен салды. Жұрт оған, әй, мамандармен кеңеспедің бе? Фундаментіңнің цементі аз ғой, ертең опырылып түседі деп ақыл айтты. Бірақ ол ешкімнің сөзін құлағына ілмеді. Құламайды, ауылда елдің бәрі осылай салып жүр деп айтты бәріне. Сонымен не керек? Үй бітті. Жаз өтіп қыс келген шақта үйдің іргетасы зәктеніп, көктем шыға опырылып құлады. Бұдан шығар қорытынды, әр нәрсені өз маманынан ғана сұраңыз. Сол сияқты адамдар да қай саланың маманы сол салаға қатысты ақылды ғана айтуды дағдылансын. Оның зияны біреудің проблемасына басыңызды ауыртасыз, уақытыңызды жұмсайсыз, әрі берген кеңесіңіз керісінше болып шықса, онда біреудің күнәсін арқалауыңыз мүмкін. Осыны есте мықтап ұстаңыз. Ақыл қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Абай Құнанбаев. Іскерлік, шеберлік пен тұлғалық шеберлікті қатар шыңда. Адам өз өмірін өзгертудегі маңызды фактордың бірі рухани тұлғалық тұрғыда даму болып табылады. Яғни адам өзіне жауапкершілік алуы, өзгелердің жанын түсінуі, тіл табыса білуі тиіс. Соған бейімделуі керек. Біздің елде семинар, тренингтер
2004-2005 жылдардан басталды ғой. Сол уақыттан бастап адамды дамуға, белгілі бір дәрежеге жетуге байланысты кітаптар да көптеп шығарыла бастады. Сол кітаптардың 99% көбіне тұлғалық қасиеттерді дамытуға бағытталған екен. Яғни адамдар семинар, тренингтерге қатысып тұлғалық қасиеттерін барынша шыңдайды да, есесіне кәсіби іскерлік шеберлігін ақсатып алып жатады. Неге? Өйткені біріншісінен басымдық береді де екінші шеберлікті шыңдауды кенжелетіп алған. Ал кәсіби шеберлікті шыңдау деген не? Ол шығарып отырған өнімді жарнамалау, өз командасын лайықты деңгейде басқара білу, оларға дұрыс бағыт-бағдар бере білу, маркетингтік тәсілдерді жете меңгеру. Яғни осы тұрғыдан мен айтар едім, тұлғалық шеберлік пен іскерлік шеберлікті қатар шыңдау қажет. Бұл тұрғыда Бизнес Молодость компаниясының негізін қалаушылардың бірі Петр Осипов адамның екі түрі болады. Бірі өнім шығарушы, екіншісі дайын өнімді сатудың шебері, деп дөп басып айтқан. Бірінші адам, яғни өнім шығарушы, жоқ деген саф алтын жасай білу мүмкін. Бірақ оны жарнамалап дұрыс сата білмесе, жасаған дүниесі зая кетуі мүмкін. Сол сияқты ел ішінде қаншама талантты адамдар бар, сәл ғана сәттілік жетіспей жүрген. Егер әлгі адамдар өз-өздерін қамшылап, дұрыс жолға түссе, талантты мен тау қопарар еді. Бірақ өкінішке орай олардың іскерлік шеберлігі кем тартуда. Сондықтан екі шеберлікті қатар шыңдау керек. Онсыз белгілі бір жетістікке жету мүмкін емес. Екеуін бірге ұстағанда ғана өсу, даму байқалатын болды. Енді тұлғалық қасиетке келер болсақ, мұндағы бірінші мәселе өмірге деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Өйткені көзқарасыңыз қандай болса, өміріңіз де сондай болмақ. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін нәрсе. Біреу үшін бұл өмір мүмкіндіктерге толы болып көрінуі мүмкін. Ол үшін түйіні шешілмес мәселе жоқтай болып көрінеді. Ал екінші біреу бұл өмірге ол дарынды, мен дарынды емеспін деп қарауы мүмкін. Таяуда ғана менің семинарыма қатысқан бір мұғалім: Аманжол мырза, кешіріңіз, оқушылардың бәрі бірдей ұбт-дан жоғары балл алуы мүмкін емес нәрсе ғой, өйткені 5 саусақ бірдей емес дегенді айтты. Мен оған, егер сіз мықты мұғалім болсаңыз, мұндай сөз айтпас едіңіз. Керісінше, бала ашылмай жатқан талант, өңделмеген асыл тас деп қабылдап, оның барлық қабілетін жан-жақты ашуына атсалысқан болар едіңіз, деп жауап бердім. Бұдан шығар қорытынды: таланты біреуден кем, дарыны аздау адам болмайды, тек оны шыңдай білу керек. Көзқарас, сенімдеріңді өзгерт. Өмірде жақсылыққа жетудің де немесе керісінше болмашы сәтсіздікке аяғыңыз шалынып қайта тұрмастай қалуыңыз да сіздің сеніміңізге, көзқарасыңызға байланысты. Бұл бизнеске де, тұлға ретінде қалыптасуға да, отбасылық мәселелерге де қатысты. Егер көзқарас сенімдеріңізді өзгерткіңіз келсе, өзіңізді қалыптастырыңыз, яғни жақсылық та жамандық та тікелей өзіңізге байланысты болмақ. Сондықтан барлық іске өзіңізді жауапты етіп сезіне біліңіз. Шын кіріскен адамға табылмайтын жол жоқ. Өлімнен басқа барлық проблеманың шешімі бар. Құдай бір есікті жапқанымен екіншісін ашады, яғни әр нәрсенің қайыры бар дегенді мықтап миға түйіп алу керек. Ниеттенсең, қалағаныңа жетесің. Сондықтан тек жақсы нәрсеге ниеттену керек. Кім көп еңбек етсе, бақыт соған басын иеді. Досыңызға қарағанда көп нәтижеге жеткіңіз келсе, онда жақсы өмір сүргіңіз келсе, онда сіз сол досыңызға қарағанда әлде қайда көп жұмыс істеуіңіз керек. Адамдарда оларға үлгі болу арқылы ғана өзгертуге болады. Яғни сіз балаңызға ананы істеме, мұны тоқтат деп ақыл айтып тәрбиелемей-ақ қойыңыз. Оған өзіңіздің іс-әрекетіңізбен ақ тәрбие беріп жатқаныңызды ұмытпаңыз. Дәл осы мысалды кәсіпке де келтіруге болады. Сіз егер басшы болсаңыз,
өз іс-әрекетіңізбен қол астыңыздағы қызметкерлерге де үлгісіз. Олар сізге қарап бой түзейді, сізге қарап еңбек етеді. Әр нәрсені есептеп үйреніңіз. Уақытыңызды, кірген кірісті, шыққан шығысты есептеп отырыңыз. Онсыз болмайды. Шынайы, әділ болыңыз. Сіздің ісіңіз бір бөлек, ал сөзіңіз бір бөлек болып тұрса, ешкімді тыңдата алмайсыз. Айналаңызға жақсы адамдар жиналмайды. Сондықтан әділ болыңыз. Әрдайым бірдеңеге талпынып жүріңіз. Әрекетке берекет дегенді естен шығармаңыз. Мойныңызға 100% жауапкершілік артып үйреніңіз. Ал оның не екенін алдыңғы бөлімдерде нақты айттым деген ойдамын. Міне, осындай көзқараспен өмір сүрсеңіз, онда сізде бәрі де жақсы болмақ. Яғни қазіргі қасиетті біз мүмкіндік деп қарастыруымыз қажет. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Халық даналығы. Жоқ деп айтып үйрен. Көп адамның түбіне көңілшектік жетуде, яғни олар өзгелердің көңілін қалдырғысы келмейді. Жоқ деп, яғни уақытым жоқ, мүмкіндігім жоқ деп айта алмайды. Яғни өз миссиясын өзгелердікінен төмен қояды. Бір жерге шақырса, уақыты болмай тұрса да, бар тірлігін ысырып тастап бара салады. Өзінде артық ақша болмаса да, өзге біреу сұрап келсе, соңғы тиынын санап бере салады дегендей. Ондай адамдар жарайды, көрейін деп өзге біреулерді үміттендіріп, бір рет зиянын тигізсе, қап, уәде беріп едім, енді соны қалай орындасам екен деп өз-өзімді қажытып, тағы бір зиянға кенелеміз. Сондықтан жоқ деп айтып үйрену керек. Ал енді не нәрсеге жоқ деу керек, осыны айтайын. Теледидарға жоқ деп айту керек. Өйткені теледидар көшбасшылар үшін көруге емес, өзін көрсету үшін жасалынған дүние. Осылай қабылдау керек. Ғаламторға да жоқ деп айтып үйреніңіз. Себебі ол адамның алтын уақыт ұрлайды. Таяуда мен мектеп бітіруші түлектер арасында бірнеше мәрте ұтайық деп семинар өткіздім. Яғни арнайы зерттеу жүргізіп көрдім. Түнгі сағат 3-те ВКонтакте желісінде 7346 қазақ бір-бірімен хат-хабар алмасып, пайдасы аз дүниелерді тамашалап отырған. Яғни олар әлсіздіктерінің кесірінен ғаламторға телміріп қарап отыр. Ал әлсіздік деген не? Ол мақсаттың болмауы. Сізге пайдасы жоқ, керісінше бар ойыңызды жаулап алатын іс-шараларға жоқ деп айтқан жөн. Яғни ырду-дырдуы көп сауық кештеріне, туған-туыс құда-жекжаттың той-томалағына алтын уақытыңызды сарп етпеңіз. Бармаңыз демеймін, егер ет жақын туысыңыз той жасап жатса барыңыз, бірақ белгілі бір уақытта сыпайы түрде алғысыңызды айтып, тойлығыңызды беріп қайтып кетіңіз. Себебі у-шу орта адам миына кері әсер береді. Бірте-бірте дамуын тежейді. Сіздің миыңыздағы жоба, алға қойған мақсат қазанда қайнап жатқан етке ұқсайды. Ет бабында пісу үшін оты қандай болу керек? Әрине баяу, бір қалыпты болғаны жөн. Бірде қатты, бірде жай ғана отта піскен еттің дәмі де, сапасы да нашарлайды емес пе? Идея да сондай. Ойдағы идеяны жүзеге асыру үшін адамға ми тыныштығы керек. Бұл әдеттерге жоқ дей отырып, сіз есесіне кітап оқуға әдеттеніңіз. Қарасаңыз, қазіргі жастар қиялға, өз бетінше бірдеңені ойлап табуға жұтаң. Неге? Өйткені кітап оқымайды. Егер сол адам кітап оқыса, өз ойын қиялдау арқылы дамыта алатын қасиетке ие болар еді. Кітап оқымаған адамның миы дамымайды. Сондықтан интернетті, теледидарды кітап оқуға алмастырған жөн. Менің бұл сөзіме кей жастар ВКонтакте желісінде де пайдалы ой салатын афоризмдер бар ғой, біз соларды оқып жатырмыз деп уәж айтуы мүмкін. Бірақ тағы да қайталап айтамын. Ондағы дүние кітаптың орнын алмастыра алмайды. Яғни кітап беретін білімді ғаламтор бере алмайды. Музыка тыңдауды аудиокітаптар тыңдауға алмастырыңыз. Мәселен, мен көлігімде аудиокітаптар тыңдаймын. Ол арқылы уақыт үнемдеймін. Өзге бір түк пайдасы жоқ әндерден гөрі миыма пайдалы ақпарат дарытамын.